Үйленбеген жігіттердің ойы тыныш болмайды. Көшеге шығып, кезіп жүреді. Өзің қашан үйленесің дейді. Бүгін үйленім керек, ұята қаптың ғой әкеңнің аузы. Үйленбесің ба? Жоқ, әлі. Үйленбедің ақ. Негізі 30-дан асқан жігіттердің мазасын алатын бір сұрақ бар. Қашан үйленесің деген. WhatsAppқа кірсенде, Instaға кірсенде, TikTokқа кірсенде үйлену туралы өтпейтін приколдары шаршатты. Анандай әңгіме бар ғой, басында 2 орай болса, 2 әйел алады деген. Вот менің басымда 2 орай бар. Соған қарағанда 2 әйел алады сияқтымын. Біреуін алып ажырасып, екіншісін алуға желание жоқ. Алсам, екеуін бірдей алам. Жеткен? Яқтырс. Маған бір нан, бір рожки, сосын бір келі қант берсеңізші. Не ағып тұрсың? Көрмей тұрсың ба? Магазинге баруға дайындалып жатырмын. Қиял. Жүр, қиялдамай. Шай ішеміз. Кет қалмаңыз, қарындас. Шай ішем, келем. Кто там? Мен ғой Адик. Адик, айта бер, не болды? Әу, айта бергенде ашпайсың ба? Кірмейміз ба? Ойбу, мен семен алу. Телефонмен сөйлесіп тұр екенде ойлаппын ғой. Кедергі жасап жатқан жоқтың бей? Кедергі жасағанда ше, сол енді бастайын деп жатқанбыз. Онда бір 2 минут күте тұрайын. Ой, енді бастаймыз дегенде тамақты айтып тұрмын мен дей. Енді ашсай крикті. Адикке айтшы, нан аласасын. Адик бича, магазинге кіріп, бір нан мен бір кола аласаш. Айдана, басқа ештен керек емес пе? Порошок аласасын. Сосын бір порошок. Онда список жаз жерсе, фери, мери бәр, базарға барып қайтайын. Далбасыламай атпеш, есік ашық тұрады. Жұмсаға шосылаш. Достан, Ау. кешкі тамақты бар ғой, рестораннан ба, бір жерден шекші. Ата күнде үйдің тамағы жалығып кеттімше. Ой, жаным. Любой ресторан тамағы, сенің тамағың қасында отдыхает қой. Ой, қош өмір өсіп өтірік айта саласың ше. Ой, раз айтам. Сосын бар ғой, ресторан демекші. Бір тойға барып шашып тұр, билеп қайту керек еді. Ертең Адик үйленсе барамыз ғой, Құдай қаласа. Ой, бой, сен Адигің үйленем дегенше ше. Қай заман? Үйленбейді ол биыл. Неге? 24-те 7 сенің қасында жүреді ғой. Қаяқтан үйленсін ол? Осы сен екеуің бар ғой, ә? Андай сияқтысыңдар. Қандай? Андай шынай достар болады, қандай? Жабысып қалғанша бір-біріне. Сөйтіп айтсай? Жарамайсыңдар ғой ше. Енді досым ғой, мектеп бала кезден бірге өспей отқан. Хош, менен көп жүресің ғой соның қасында. Жүргенде енді баяғыда бала кезден балалықпен, жауаппен дос болып кеттік. Дас, қалайсыңдар? Адик кел. Төрлет. Мынау магазинде наннан басқа дым қалмапты ғой. Қай магазинге барым? Мына жерде пекарный деген жақсы магазин бар екен. Тамақ дайын болып қалды, тура тамақтың үстіне келдің ғой. Ана жоқ енең жақсы көреді екен сені ше. Ол үлкен әпкелердің бәрі мені жақсы көреді ғой. Бір жастауын тауып үйленіп алу керек еді да, Жұрттың үйіне нан таси бергенше, өзім үйіме тасиын дейсің ғой. Өзі бір ұнатып жүрген қызың бар ма, Хатап? Әділет сыртынан болсын қалап жүрген. Айтпақшы бар. Өткенде зор қызбен таныстым ғой. Болды ғой.
Ана қыз оқуды бітірген, жұмысы бар. Ой, әдемі ғой. Еще екеуміз бір-бірімізге зор келеміз. Бойы ұзын, әп-әдем. Болды, алып қашамыз. Просто ана қыздың бір носы бар да. Онда болмайды. Білесің ғой, біздің ауылда ноға қатты қарайды ғой. Сен нені айтып жатсың? Мен ана қыздың гороскопын айтып жатырмын. Водолей екен. Мен де соны айтып жатырмын ғой, білесің ғой, біздің ауыл жеңшелердің қақпас жеңшелер ше. Ана гороскопына тіміскіленіп, водолей екен біліп қойса, тем более ертең өсекке қаласың. Әйтеуір караокеге барып жүрмеңдерші. Өткендегі менің подругаларым сияқты болмасын. Қайсысы? Жида білмей қалып өтірім. Айданан подругасымын де. Енді анау Дастан мен Айдана келгенше бір виски, вино көрмедік па? Жоқ, ішпеймін. Қой, хотя пиво да ішпейсің ба? Жоқ, ішпеймін. Қой, мен сенімен қалай әңгіме айтамын. Ішпедік па бір кішкене әңгіме айтып, әңгімеміз жарасып. Сонда сізге ішетін қыздар ұнай ма не? Енді ішкен кезде бір әңгімеміз жарасып, бір қыз бар дос болатын, ішсе жылдам мас болатын деп қоясың ғой жаңағы. Шекті, ол қыздар маған бірден ұнамаған. Саған өзі қандай қыздар ұнайды, Адик? Маған инабатты, ибалы, ақылды, сұлу қыздар ұнайды ғой. Сен онда вообще үйленбейсің. Жайша ма? Өйткені ондай қыздардың ең соңғысы мен едім ғой, Адик. Мен де тұрмысқа шығып кеттім. Ойбой. Мен сендерге айтып жүрмін ғой, постоянно ше. 2 әйел аламын деп ше. Мен түбі сол 2 әйел алады сияқтымын. Немен неге? Мен басымда 2 орай бар ғой, білесің ба? 2 орай барлар 2 әйел алады. Қойш! Иә? Айдана мен басым көрш. Ойбой, сен басыңда біреу, мәңгілікке. Сосын бар ғой, Адик. Саған анай бірінші әйелің никогда екіншісін әпермейді. Не үшін? Жоқ, қазір мінса дәкең айтып көрсінші маған. Екіншісін алсам бола ма деген сияқты айтып көрсінші. Не деп жауап беретін ең? Тфуй, мә дейтін едің. Жаңа ибалы, инабатты қыз қайда кетті? Көрдің ба, Адик? Живой пример. Любой әйелге барып сен тоқалы алам деп айтып көрші. Тура осына жауап естейсің. Қойш, Айдана, сен өмір үйістіп айта бересің. Көп қой, екінші әйелге қарсы емес қыздар көп. Олар тиіп оғанша. Ой, мен қызғанбаймын, тоқал алсаң ала бер. Ой, сізге өзім ақ таңдап беремін ғой тоқалды. Ой, дорогой, если ты меня обеспечишь, сделаешь все, что я захочу, можешь взять хоть 4 и 5 жен. Айтпақшы, Адик, екі қатын демекші, біздің әулеттің еркектері бар ғой, дәре қатын жаман көп оған ғой. Қойш? Мысалға менің әкем өзінде 4 қатын болған. Иә. Оның әкесінде 5 қатын болған, үлкен бір атамызда 8-9 қатын болған. Мен ағаларым өзше қос қатыннан ғой. Мен қос бір қатыннан айналыстап шығамай қалдым ғой. Соған қарағанда мені асырап алған ау. Айтпақшы, Дастан, сен ана атаңның құтты көйлегі бар ғой, соны әділетке берсеш, жұғысы болсын ырымдап. Неге? Ол мен атамнан қалған жалғыз мұра, жалғыз мирас, атамның көзін көрген көйлек. Дастан, ондай көйлек болса берсеш па, аяғын бер айтпайсың ба? Соны айтам, досыңнан қызғанасың ба, қайда киіп барасың, оны берсе? Жоқ дедім ба, жоқ. Дастан, боди. Дасик, Алматыда ше, мистер Спа деген зор боди бар, кеттік сәлі. Боди деген не ол? Сен боди деген неге білмейсің бе? Боди деген көрістен жатасың. Арқанда май жағатта тар жалаңаш қыз сырғанайды қойды. Ой, кайт нәрсе кеттік. Тар жалаңаш ба? Қоя жүріңіз ма дегенде үйленген ғой. Енді ояқтанса үйленгендері барады, мен сияқты бойдақтар бармайды ояққа. Жүрсің Айданаға бәрін айтып бересің бе? Боди туралы айтуға болмайды ол. Это же мужская солидарность. Адик, мен сен білем ғой, сен ертең масқарам шығар. Именно боди туралы айтпаймын. Точно айтпайсың, точно, мәні. Бодиға қарай. Тар жалаңаш ба? Сен көрінерсің ғой, Сен Айданаға точно айтып бермейсің ба? Айтпаймын. Сен бе сен аспаннан 100 сұрақ түсіп, мен басыма қадалып қалсын. Айтпаймын. Смотри, жүр. Жалғыз досымсың ғой. Ниет еткен екесің. Берсең, берейін досым. Берсе арымдап. Сенен аяғанды. Итчесін. Қайда? Бар әкке бар көйлек. Міне, атаңның көйлегі. Апайдар, башы. Міне, Адик, менің атамнан қалған жалғыз мұра.
жалғыз Мұрат, жалғыз Мирасын аялап, әлпештеп ұста. Ой, жіберсеш, немене өзің киетін адам құсап, жібермей отырсың. Бата бер тұрайық. Тамақ ішіп кетпедің? Ой, мына көйлекке тойып тұр мен. Аяқта екі әйелім күтіп атқан шығар уже. Давай. Ал, амин. Құдай берсін, кен қылмасын. Дастарханға береке берсін. Амин. Ішкен жегеніміз дәметкен әруақтарға тиіп. Осы адик досым биылдан қалмай, бір емес екі қатынасын. Амин. Тұра тұр. Не болды? Ойбай, екі қатының не сенің? Мен өзім емес қой, досыма қой. Білеме ондай хадисті. Досыңа не етесең өзіңе екеселеп келеді деген. Давай, өз әумин десін. Ой, амин, бопты. Давай, тұрам. Давай, айдана. Давай. Алла, екі әйел алып нәсіп етші. Кімге лайк басатсың? Енді лайк басқанда кәмшет жолдыбай бәпшен ғой енді. Неге оған басып атсың сен лайк? Мен енді бұған өзін емес қой, енді мен өнерім бағалап басып атырмын да. Білем ғой сен қандай өнер бағалайтыныңды, баспа. Ой, қойшы болмайтын жерде бәл іздемей. Мана ода жарп етіп шыға берді ол. Мынау несі? Екеуің бірде әкемейтін сияқты ема. Так. Кеше не болды өзі? Қыздар? Қыздар, тұрыңдар, қазір үйдегілер келсе ұят болады, тұрыңдар. Отағасы. Жата тұрайықшы кішкене. Отағасы? Отағасы несе, қыздар, кімсіңдер? Келіншектер, ердің адал жарсын, балеттерді